Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, тойымды және де дастарханыңыздың көркін ашатын, құрамы табиғи дәрумендерге толы брокколиден салат жасап көрсететін боламын. Білесіздер, брокколи адам ағзасына өте пайдалы, табиғи клетчаткалы өсімдік. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге видеоны мұқият соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге піскен тауықтың төс еті қажет болады. Суға піссе де немесе пешке піссе де ешқандай айырмашылығы жоқ. Ең бастысы етті жері қажет болады. Немесе сиыр етімен алмастырып жасасаңыздар да болады. Ұзынша соломка тәрізді турап аламыз, немесе жапырақ тәрізді турап алсаңыздар да болады. Ыдысымызға салып, қиярымызды тураймыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Және де ол жерге басқа да салаттардың түрлі рецептілерін сілтемесін қалдырамын. Міндетті түрде сол жерге өтіп қарап көріңіздер. Қиярымызды да соломка тәрізді ірілеп турап аламыз. Және де бұл жерде салатты бастамас бұрын ең алдымен брокколиіңізді пісіріп алуыңыз қажет. Брокколиді қайнап тұрған суда 3 минуттан артық пісірмейсіз. 3 минут пісіріп және суығанын күтесіз. Барлық қиярымызды осылай турап аламыз, ыдысымызға саламыз. Енді келесі кезекте тәтті болгар бұрышын тураймыз. Өзіңіздің қалаған формаңызда ыңғайлы қылдырып турап аласыздар. Мен осылай қиғаштап, кішкене ромбик тәрізді қылдырып турап алдым. Достар, егер де сіздер менің каналыма келген алғашқы оқырманым болсаңыздар, онда міндетті түрде осы каналдың өсуіне, дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Әрбір тіркелушім үшін қатты қуанатын едім. Әрине сіздерге каналға тіркелу оп-оңай, ал мен үшін ол өте маңызды. Сондықтан осы видеоны басқа да көрермендердің көруіне өз үлесіңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Енді келесі кезекте қызанағымызды турап аламыз. Қызанағымызды 2 бөлікке бөліп, әр бөлігін ұзынша қылдырып соломка тәрізді турап аламыз. Егер де сіздерге салаттың мөлшері аз болып тұрса, онда ингредиенттерді көбейтіп жасасаңыздар да болады. Өте дәмді салат болып шығады, сондықтан міндетті түрде осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Барлық қызанағымызды турап ыдысымызға қосамыз. Енді келесіде көк шөптерімізді қосамыз. Мен кинза қостым. Қалауыңыз бойынша петрушкамен алмастырып жасасаңыздар да болады. Барлығын осылай ұсақтап турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, сонымен қоса менің каналымда түрлі тәтті дәмдердің, тағамдардың және де пирогтардың рецептері өте көп. Сондықтан міндетті түрде каналға өтіп қарап көріңіздер. Енді келесі кезекте ас көгімізді тураймыз. Бұл шөптердің барлығын алдын ала жуып кептіріп аласыздар. Сонда сіздерге турағанға жеңіл болады. Барлық ас көктерімізді осылай майдалап, ұсақтап турап аламыз. Бұл шөптерді қосу міндетті емес. Егер де сіздер осы шөпті қосатын болсаңыздар, сіздердің салаттарыңыз ерекше дәмді болып шығады. Сондықтан мен сіздерге осы шөптерді қосуға кеңес етемін. Барлық ас көктерімізді ыдысымызға салып аламыз. Енді алдын ала пісіп салқындап тұрған брокколиімізді қолымызбен майдалап осылай салатымызға қосамыз. Міндетті түрде брокколиді алдын ала қайнатып суытып алыңыздар. 3-4 минут ұстасаңыздар жеткілікті, одан артық пісірмеңіздер, себебі брокколиларыңыз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан 3 минут сіздерге жеткілікті болады. Барлығын осылай майдалап қосып аламыз. Ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге өтіп қарап көрсеңіздер болады. Салаттың мөлшерін қалауыңызша көбейтіп немесе азайтып жасасаңыздар болады. Бұл салаттың рецептісі толық бір тарелкеге арналған. Сондықтан міндетті түрде жаңа жылдық дастарханыңызға сіздер де дайындап көріңіздер. Мінекей біз брокколиімізді қосып алдық. Енді сарымсағымызды пресстен өткізіп қосамыз. Қымбатты менің оқырмандарым, егер де сіздер әлі де каналға тіркелмеген болсаңыздар, онда міндетті түрде каналға тіркеліп, жаңадан шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де осы салаттың рецептісі сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде жақын достарыңызбен, таныстарыңызбен поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүріңіздер. Енді дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды және де кішкене ащылау болғанын қаласаңыздар, ұнтақталған ашты қызыл бұрышымызды осылай қасықтың ұшымен қосып жібереміз.
Енді бір шай қасық осылай соя тұздығын қосамыз. Осы кезде алдын ала майымызды қыздырып қоямыз. Сарымсағымыздың үстіне қызып тұрған майымызды құямыз, араластырамыз. Мен зәйтүн майын қостым, қалауыңызша сұйық майды қоссаңызда да болады. Барлығын араластырып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді, тойымды, және де дастарханыңыздың көркін ашатын, және де ең бастысы табиғи клетчаткалы салатты сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жаңа жылдық дастарханыңызға немесе қонақ күтетін дастарханыңызға осы салаттың рецептісін жасап ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, қолдау білдіре кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.